Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Бұл видеода умраның қажылықтан айырмашылығы, умраның артықшылығы, умраның міндетті амалдары туралы айтылатын болады. Видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Умраны көп жағдайда кіші қажылық деп атайды. Умра сөзінің тілдік мағынасы бір жерді зиярат ету, халық орналасқан жерге бару деген мағыналарды білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы қажылық айларынан басқа жылдың кез келген уақытында ихрамға кіріп, тауаф және сағи жасағаннан кейін шашты алғызып немесе қысқартып, ихрамнан шығу жолдарымен атқарылатын ғибадат. Умраның қажылықтан айырмашылығы. Бірінші, үлкен қажылық белгілі бір уақытта ғана орындалса, умраны жылдың кез келген мезгілінде өтеуге болады. Үлкен қажылықты өтеу Зүлхиджа айының 8 күні басталып, 13 күні аяқталады. Екінші, умра Меккедегі Әл-Харам мешітінде орындалады, ал қажылық Меккеде және Меккенің сыртында орналасқан арнайы жерлерде орындалады. Умрада Минада түнеу, Арафат жазығында тұру, Муздалифаға қону, шайтанға тас ату және парыз тауабы секілді рәсімдер орындалмайды. Умраның артықшылықтары. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қажылар және умра жасаушылар Аллаға келген өз елдерінің өкілдері. Егер оған дұға қылса, жауап береді, дұғаларын қабыл етеді. Егер кешірім сұраса, оларды кешіреді деген Сүнан ибн Мәжах. Яғни, Алла тағала қажылардың дұғасын қабыл алғаны секілді, қаласа умра жасағандардың да дұғасын қабыл етеді. Сондай-ақ умраны Рамазан айында жасаған абзал. Рамазан айында жасалатын умра сауабы қажылықтың сауабына тең келеді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Рамазан айында жасалатын умра қажылыққа тең дегенін жеткізген. Екінші хадисте менімен жасаған қажылыққа тең деп келген. Әл-Бухари мен Муслим. Умраның міндетті амалдары. Бірінші ихрам, екінші тауаф жасау, үшінші сағи, төртінші шаш алдыру. Шаш алдыру немесе қысқартумен умра аяқталады. Ихрам. Ихрам шектеулер немесе тыйымдар аймағына кіру деген мағынаны білдіреді. Ихрамсыз қажылық пен умраны бастауға болмайды. Себебі ихрам парыз амалға жатады. Мысалы, намаз оқуға тұрғанда ішіп жеу, сөйлеу, күлу секілді әдетте орындалатын істерге тыйым салынады. Сол секілді кімде-кім қажылық үшін ихрамға кірсе, оған әйелімен жақындасу, тігілген киім кию, тағы да басқа қажылық кезінде тыйым салынған амалдарды істеуге болмайды. Ихрам киімі үлкен сүлгі секілді тігісі жоқ екі ақ матадан тұрады. Оның бірімен дененің кіндіктен төменгі жағын жабады, оны изар деп атайды. Ал екіншісімен дененің жоғарғы жағын жабады, оны рида деп атайды. Ал әйел адамдар үшін арнайы ихрам киімі болмайды. Күнделікті киетін кез келген киімін кие береді, алайда аса сәнденуге болмайды. Ихрамға миқатта немесе оған дейін кіру қажет. Ихрамға кірген кезде міндетті түрде тігілген барлық киімдерін шешіп, тек қана екі ихрам киімін ғана киеді. Осы сәттен бастап оған тігісі бар киім киюге, басын жабуға, иіс сабын пайдалануға, шашын не тырнағын алуға және тағы да басқа ихрам халінде тыйым салынған амалдарды орындауға болмайды. Ихрамға кіргенге дейін орындалатын амалдар. Түктерді қырып, мұртты қысқартып және тырнақты алу, яғни гигиеналық тазалық жасау. Ғұсыл құйыну. Ғұсыл құйынғаннан кейін денеге иіссу себінуіне рұқсат етіледі, бірақ әтірді ихрам киіміне себуге болмайды. Әйел адам әтірді иісі аңқитындай себінбегені жөн. Ихрам халіндегі адамға тыйым салынатын іс-әрекеттер. Шашты, дененің басқа да түктерін алуға және тырнақ алуға болмайды. Денеге және ихрам киіміне иіссу себуге болмайды. Ихрам киерде бұрын денеге сепкен әтірдің қалдығына рұқсат етіледі.
Харам аймағында аң аулауға және аң аулаған адамға көмектесуге болмайды. Харам аймағындағы ағашты, басқа да өсімдіктерді сындыруға, кесуге тыйым салынады. Ихрам кезінде әйелімен жыныстық қатынас жасауына болмайды. Әйел кісіге қолғап киюге, бетін жабуға болмайды. Бірақ басқа ер кісілердің қасында болса, беттерін көлегейлеуге рұқсат етіледі. Ер кісілерге бас киім киюге, бет орамалмен не басқа да матамен басты жабуға болмайды. Ихрамдағы кісі білместікпен басын бүркейтін болса, білген сәтте басындағы затты алып тастау керек. Ер адамдар үшін ихрам кезінде екі ақ матадан басқа, мысалы көйлек, шалбар, іш киімдер, сол сияқты тобықты жауып тұратын аяқ киімдерді киюге болмайды. Ихрам кезінде рұқсат етілген іс-әрекеттер: сағат, жүзік және көзілдірік тағу, құлақтың дұрыс естуіне немесе түрлі хабарлар тыңдауға керек заттарды пайдалану, жастық жастану, белдік тағу және төлқұжат, басқа да қағаздар мен ақша салатын дорба асыным, автокөлікке міну және көлеңкені паналау, қолшатыр ұстау, жарақаттанған жерді матамен немесе дәкемен таңу, ихрам киімін ауыстыру немесе жуу.